Сәлем, мен Назерке Бұрхан. Сәлем, мен Жаня Убакирова. Бүгінгі концерт туралы және музыка туралы сіздерге айтып береміз. Қазақстанның нөмірі бірінші пианисін өз биігінен түсірмейтін де осы қыры. Ол уақыт көшінен қалмайды. Жастардың үніне, жаңа заманның деміне құлақ асады. Қазір Астана балет сахнасында оркестрмен бірге өнер көрсетеді. Мыңдаған жұрт оны асыға күтіп отыр. Бүкіл 26 жыл бойы жинаған демімді шығардым деп па? Сүртіп берейін ба? Немен сүртесіз? Костюм болды ма? Жақында Ақтоты Райымқұлова ханымнан сұхбат алған. Сол кезде ол кісі айтып жатыр, үрмелі аспаптарда ойнайтын өнер адамдарын зейнетке ерте шығару керек деп. Оған себеп бар ғой демек? Себеп бар. Өйткені бізде үрлеуге көп денсаулық кетеді негізі. Уже адамдардың жасы 50-ге тайындап қалғанда қиын болады ол үрлеуге. Бір-екі жаттығу көрсетпейсіз бе көрерменге? Тыныс алуы керемет болу үшін. Басында 4-ке санап, сосын 5-ке, 6-ға сөйтіп кеңейте береді дыханияны. Что самое? Бүгінгі концертте орындалатын туындылардың ең күрделісі қайсысы? Симфонию, которую мы играем во втором. Екінші бөлімде біз ойнайтын Чайковскийдің симфониясын автор өмірінің қиын кезеңінде жазған. Сәйкесінше оның жан жарасын, көңіл толқынын сезініп, сезіндіре алу керек. Вот эту боль где-то ты можешь услышать. Сіз күйсандықты бір сұхбатыңызда өте суық, бірақ мүмкіндігі шексіз аспап деп айтыпсыз, иә? Не үшін суық? Табиғатты инструмент емес, өйткені оркестр сияқты, оркестр секілді. Бір жағынан ойыңыз, екінші жағынан қатты эмоция, соны біріктіріп, соған мына инструмент соған көнеді профессионалдарға. Әлсізге бағынбайтын қатал аспаптың әділдігі де барсында. Ол жалпы музыкадағы әділдік. Сенің бар мүмкіндігіңді көрермен алдына шықпай тұрбақ, анықтап саралап қояды. Сен музыканы үйренесің бе, әлде музыка саған үйрете ме? Бұл ойландыратын сұрақ. Исполнение на концерте. Концерттегі орындаудың дайындықтағыдан бөлек болатыны рас. Шабыт көбірек, үйлесім басымырақ, әртістігі айқынырақ көрінеді десем артық емес. Контрастно, более артистично. Көбіне солай. Музыкада жақсы жаққа өзгере түсетіндей, сахнаға 1-2, сосын 10 рет шыққаннан кейін сол күйді ұната бастайсың. Тәуелді болатын сияқтысың. Дайындалғанда да бірнеше күннен кейін концерттік күйге жететініңді біліп, асыға күтесің. Потом 10. Дауысты қозбаңыз депсіз. Вот осылай. 2 сағаттан артық ойнай алмайсың, мүмкін емес ол. Уже ернің сезбей қаласың. Жаңа мен құлатып алдым ғой, сіздің аспабыңызды кадрдың сыртында. Жылағыңыз келген шығар? Әрине, мынандай оқиға болған. Лондон филармониясының бірінші тромбонисті осылай концерттің алдында құлатып алған. Нота алынса да, бірақ басқаша болып алынады да, ол кішкене құлаққа жағымсыздау болып естіліп, қымбат тұрмайды, аса бір $5000 тұрады. Мысалға мына жерде габой, фагот деген инструменттер бар, олар 15 миллион, 20 миллион теңгеде тұрады. Арфалар вообще айта алмаймын оның бағасын. Бір арфа сатып алғанша бір 5-6 этаж үй салып тастауға болады. Қандай қымбат концертке келгенін көрерменде сезетін шығар. Қазақстан тұрмақ, әлемнің үздік музыканттары жиналғаны және бар. Нәзіктік күші деген ұғым бар. Ол әйелдердің көбіне тән, бірақ күштің нәзіктігі деген сөз сізге арналған сияқты. Өйткені сондай бір қажыр қайратпен, мықтылықпен, еңбекпен келеді ғой бұл нәрсе. Сол арқылы музыканың өзіңіздің жан дүниеңіздің нәзіктігін көрерменге жеткізетін сияқтысыз, солай ма? Солай, өйткені мен бірнеше жыл емес, бір 6 жыл үйреніп келе жатырмын.
сахнаға шыққанда мен көрермендермен өзімнің эмоция, өзімнің ойымды бөлісемін. Сондықтан өзім рахаттандым, өйткені сондай жақсы аудитория мені тыныш тыңдады, түсіністікпен. Сондықтан мен ойлаймын, сондай артистердің өмірінде сондай бақытты момент, бақытты кез. Я посмотрела ваши архивные Мұрағатта сақталған жас кезіңіздегі видеоларды көрдім. Ол кезде қаталдау болғандай көріндіңіз. Жестче выглядите, а сейчас прям, да. Еще раз. Здесь это, понимаешь, если в начале эти две фразы, они еще не очень были уверены в том, что они говорят. Жизнь в начале. Өмір бастапқыда қиын болып көрінеді, ал соңына қарай жеп-жеңіл Ближе к екенін концу, түсінесің. кажется, все проще и проще.